Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дайындайтын тағамымыз Жусай қармасы. 750 грамм ұнға чай қасықпен 1 қасық тұз саламыз. Ұнымызды екіге бөліп, бір жағын қайнақ сумен, бір жағын суық сумен илеп алып біріктіреміз. Илеп болған ұнымызға азырақ сұйық май жағып, жарты сағат тындырып қоямыз. Алты жұмыртқаны қуырып суытып қоямыз. Жусайымызды майдалап турап аламыз. Бір сағат бұрын қайнақ суға жібітіп алған фантияузыны қатты ұсақтамай тураймыз. Суы шығып кетпес үшін ас қасықпен 4 қасық май құйып араластырамыз. Фантияузыны үстіне салып, 1 қасық қара бұрыш, 1 қасық сары бұрыш, 1 қасық соя соусы, 1 қасық күнжіт майын құямыз. Суыған жұмыртқамызды салып араластырамыз. Ең соңында кішкене қасықпен 2,5 қасық тұз салып араластырамыз. Тынған ұнымызды азырақ илеп, мәнтінің ұнындай ғып кесіп аламыз. Ұнымыздың четін жұқа, ортасын қалыңдау қып жайып, даярлаған қимамызды ортасына салып, қайырып түйіп аламыз.
Табамызды қыздырып, азырақ май құйып, екі жағын қарып, орташа отта пісіреміз. Екі жағын қызартып, жақсылап пісіріп аламыз. Асымыз дайын болды. Каналымызға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып, құнды пікірлеріңізді жазыңыздар.